Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев көптеген айлар бойы бәрімізді таңғалдырып, Ресейге тікелей қарсылық білдіріп жатыр. Жақында президентіміз одан да батыл қадам жасап, үлкен одақтан шығып, Ресей президенті Путиннің бетіне түкірді. Достар, сіз Тоқаев туралы не ойлайсыз? Президент елді өзгертіп бара жатыр ма? Әлде біз сияқты күдіктеніп отырсыз ба? Ойыңызбен бөлісіңіз. Қазақстан ТМД валюталық келісімінен шығады. Қазақстан ТМД елдерінің мемлекетаралық валюталық комитетін құру туралы келісімді тоқтатып жатыр. Құжатқа 9 жыл бұрын қол қойылған. Республика президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тиісті жарлығы елдің құқықтық актілерінің ресми деректер базасында жарияланды деп хабарлайды ТАСС. 2013 жылғы 25 қазанда Минскіде жасалған, 1995 жылғы 26 мамырдағы мемлекетаралық валюталық комитетті құру туралы келісімнің қолданылуын тоқтату туралы хаттама бекітілсін делінген құжатта. 2022 жылғы 8 шілдеде күшіне енетін ТМД валюта комитетінің мақсаты валюталық төлем және несие қатынастары саласындағы ынтымақтастықты дамыту, ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің валюталық заңнамасын жақындастыру және жетілдіру, сондай-ақ валюталық бақылау мәселелері бойынша келісілген іс-әрекеттерді жүзеге асыру болды. ТМД-ның шешімімен комитет сонау 2013 жылы Минскіде таратылды. Өткен жылдың басында жарияланған Қазақстан президентінің жарлығы жобасының түсіндірме жазбасында ТМД валюталық комитетінің функцияларын ТМД елдері қаржы министрлерінің тұрақты отырысында жүзеге асыру туралы шешім қабылданғаны айтылған. Мүше мемлекеттер мен ТМД-ның осы саладағы салалық ынтымақтастық органдары. Бұған дейін президент Тоқаев мұнайды Ресейді айналып өтетін маршруттар құруды тапсырған болатын. Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Ресейдің мүдделеріне нұқсан келтіретін әрекеттерге жол берілмейтінін атап өтті. Назарбаевтың Нобель сыйлығын алуды көптен күткені саясаттанушыларға ғана емес, Қазақстанның ересек халқына белгілі. Назарбаевтың жақтастарының Нобель комитетіне оның ядролық қаруға қарсы күрестегі бұрынғы сіңірген еңбектерінен басқа ұсынатын бірдеңелері бар. Президент тұрақты түрде бітімгершілік бастамалармен шығады және шаттыл дипломатиясына қатысады. Соған қарамастан, Қазақстан басшылығы республиканың ядролық қарусыздануын өз мойындарына алады. Ол кезде де, қазірде еліміздің бұл батыл қадамын төмендететінін жиі естисіз. Кейбіреулер бас тартуды басқа фактілерге байланысты деп санайды. Арсеналды сақтай алмау және деп сынаған Назарбаев 2012 жылы Қазақстанның ядролық қарудан өз еркімен бас тартатынына күмән келтіргендерді. Астана өз еркімен ядролық қарусыз мәртебесін өзінің сыртқы саясатының бір бөлігіне айналдырды. Қазақстанның кеңестік ядролық арсеналын сақтамағаны туралы республиканың дипломаттары мен саясаткерлері жиі айтты. 2000 жылдардың басында Қазақстанның Вашингтондағы елшісі Қазақстан әлем елдерін ядролық қарудан бас тартуға шақыруға моральдық құқыққа ие болды. Дәл осы ядролық қарудан бас тарту Қазақстан президентінің бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығына ұсынылуына негіз болды. Назарбаевты сынаушылар мен жақтаушылар бұл беделді халықаралық сыйлықтың Қазақстан басшысының жасырын арманы екеніне сенімді. Назарбаевтың марапатқа бірнеше рет ұсынылуы да сондықтан болса керек. 2006 жылы Қазақстан халықтары ассамблеясы мен пәкістандық теолог оның кандидатурасын ұсынды. 2008 жылы ақш конгресінің 2 мүшесі, 2009 жылы Шешенстаннан келген балалар қоғамдық ұйымы. Қазақстан 2010 жылы Дүниежүзілік түркі халықтары ассамблеясы, 2011 жылы Даймохк Шешен-Ингуш орталығы, 2013 жылы Қазақстан казактарының атаманы. Ал 2017 жылдың ақпанында Швейцариядағы бейбітшілік кеңсесінің ғылыми зерттеу институтының директоры Алин Вари өзінің Facebook парақшасында Назарбаевты ядролық қаруды жоюдағы күш-жігері үшін Нобель сыйлығына үміткер ретінде ұсынғанын хабарлады. Қазақстандық саясаттанушы Айдос Сарым атап өткендей, Назарбаевтың биылғы жылғы Нобель сыйлығына ұсынуы соңғысы емес. Сарым 2017 жылды ұсынуда басқалар сияқты Назарбаевтың амбициясымен байланысты екеніне сенімді. Біріншіден, ол шынымен де ядролық қарусыздану мәселелеріне және оның ядролық қарудан бас тартудағы Қазақстан мен аймақты ядролық қарусыздандырудағы рөліне үлкен мән береді. Бұл амбиция сау, бірақ біздің кеңсе қызметкерлеріміздің, шенеуніктеріміздің және басқа да сикофтардың кесірінен ол кейде гротесктік формаларға ие болады деп атап өтті саясаттанушы. Назарбаевтың сыйлық алу мүмкіндігі туралы айта келе, сарапшы мұндай мүмкіндікті жоққа шығармайтынын атап өтті. Саясатта ешқашан деп айта алмайсың. Өйткені кезінде террорист деп танылған Есер Арафат Нобель сыйлығында тіпті Израиль премьер-министрімен бірге де алған.
Назарбаевтың Нобель сыйлығын алуды көптен күткені саясаттанушыларға ғана емес, Қазақстанның ересек халқына белгілі. Қайтадан айналды. Бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығы Айкенға берілді деп жазды. Facebook желісіндегі блогерлердің бірі республика азаматтарының 2017 жылғы Нобель комитетін таңдауына қатысты жалпы көзқарасын білдірді. Назарбаевтың жақтастарының Нобель комитетіне оның ядролық қаруға қарсы күрестегі бұрынғы сіңірген еңбектерінен басқа ұсынатын бірдеңелері бар. Президент тұрақты түрде бітімгершілік бастамалармен шығады және шаттыл дипломатиясына қатысады. Сонау 1991 жылы ол Ресейдің сол кездегі президенті Борис Ельцинмен бірге әзірбайжандар мен армяндарды татуластыру үшін Бакуге барған. Бірақ келесі жылы жаңадан құрылған мемлекеттер кеңес армиясының мұрасын ақыры бөліп, толық ауқымды әскери операцияларды бастады. Тек 1993 жылы Гейдар Әлиев Әзірбайжанда билікке оралғаннан кейін ғана жағдай тұрақталып, соғыс іс жүзінде аяқталды. 1994 жылы тараптар Бішкекте атысты тоқтату туралы келісімге қол қойды. Назарбаев сонымен қатар Тәжікстандағы азаматтық соғыс тараптары арасындағы келіссөздерде делдал болды. 1995 жылы Алматыда кездесу өтті. Оның нәтижесінде қарсыластар тұтқындармен алмасу туралы келісімге келді. Бірақ соғыс 1997 жылы ғана аяқталды. Ресей, Иран және Өзбекстан Душанбе мен оппозицияны Мәскеуде бейбіт келісімге қол қоюға мәжбүр етті. 2014 жылы Назарбаев Украинаның оңтүстік-шығысында бітімгершілік үдерісін орнатуға көмектесуді ұсынды. Ол мүдделі мемлекеттердің басшыларын жеке кездесіп, келіссөз үстеліне отыруға, ымыраға келуге, осынау бахналияны тоқтатуға шақырды. Бұдан кейін Қазақстан президенті Украинадағы барлық келеңсіздіктердің себебін анықтап, қоғамда тұрақтылық пен келісім жоқ. Алайда бұл әрекеттер Донбастағы жағдайға әсер еткен жоқ. 2017 жылы Қазақстан Сирия бойынша келіссөздер алаң ретінде елордасы Астананы ұсынды. Бірақ бұл соғыс қимылдарының қарқындылығына әсер еткен жоқ. Бір сөзбен айтқанда, әлемдегі бейбітшілік үшін түрлі іс-шараларға қатысу Қазақстан басшысының ұзақ мерзімді стратегиясы және оның дипломатиясының негізі. Осы жолда Назарбаев соған қарамастан біршама жетістікке жетті. 2010 жылы Астана ЕХО-ға төрағалық етті. 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымында, 2017 жылы Қазақстан бұл қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. Қазақстанның дипломатиясы көбіне оның көшбасшысының амбицияларымен анықталады деп болжауға болады. Контекст кешірілмейді. Екінші жағынан, Қазақстан президентінің ұстанымдары мықты жерде ол тиімді және табысты әрекет етеді. Саясаттанушы, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің мүшесі Сұлтанбек Сұлтанғалиев 2015 жылы түрік әуе күштері ресейлік Су-24 ұшағын атып түсіргеннен кейін Мәскеу мен Анкара арасындағы қарым-қатынасты реттеу Назарбаевтың белсенді қатысуымен өткенін еске алады. Сонымен қатар, сарапшының пікірінше, Қазақстан басшысының бұл қақтығыстағы бітімгершілік қызметі оған Нобель сыйлығының құнына әкелуі мүмкін. Мен батыс истеблишментінің президентті батыс үшін қажет емес контексте осындай белсенді сыртқы саясат жүргізгені үшін кешірмеді деген нұсқаны жоққа шығармаймын деп атап өтті Сұлтанғалиев. 2017 жылы Нобель комитетін таңдаудың себептері қандай болса да, олар 1990 жылдардың басында жүргізген кеңестік республикалардың ядролық қарусыздануының қазір соншалықты өзекті емес екені анық. Саясаттың бір қағидасында айтылғандай, көрсетілген қызметтің құны жоқ. Сондықтан Нобель сыйлығы үшін дәл сол Батыс институты басқа нәрсені талап етуі мүмкін. Бұл Назарбаевтың бұл беделді халықаралық сыйлықты ала алмауының оңды факт екенін білдіреді. Мамыр айында Астанада өткен халықаралық бизнес саммитінде Блэр алюминий магнаты Лакшми Митталдың қасында отырды. Бұл экс-премьер үкімет басындағы 10 жылдықта табыс тауып жатыр деген жаңа болжамдарды тудыруы мүмкін деп жазды. Миттал деп жазады газет, Қазақстандағы ең ірі жұмыс беруші және ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен тығыз қарым-қатынаста. Өткен аптада Mail газетінің хабарлауынша, Назарбаевтың аға кеңесшілерінің бірі Тони Блэрдің Қазақстан астанасында кеңсе ашқанын айтқан. Газет тілшілері Кристофер Лик пен Уилл Стюарт, Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі, Қазақстанның имиджін жақсартуға күш салатын белгілі бизнесмендер мен саясаткерлердің белгілі бір тобының мүшелерінің бірі болуы мүмкін екенін атап өтті. Бұрынғы үкімет басшысының баспасөз хатшысы газетке Блэрдің қазір Қазақстанда бизнеспен айналыспайтынын айтты. Тони Блэр Қазақстан үкіметіне халықаралық кеңесшілер мен кеңесшілер тобын жинауға көмектесті деп келтіреді басылым экс-премьердің өкілі.
Олар Астана жасап жатқан реформаларды қолдау үшін тамаша және ақылды жұмыс жасауда. Bir күн бұрын Telegraph газетіде Тони Блэрдің Астанамен байланысының моральдық жағын талқылайтын егжей-тегжейлі мақала жариялады. Мақала авторы Джейсон Льюис, 71 жастағы қазақстандық көшбасшы, Ұлыбританияның экс-премьер-министрі, халықаралық Нобель комитетін оны бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығының лауреаттары тізіміне енгізуге сендіруге көмектесетінін армандайды деп жазды. Назарбаевқа жақын газет дереккөздерінің хабарлауынша, Қазақстан президенті Блэрмен қарым-қатынасы оның келесі жылдың өзінде-ақ Нобель сыйлығына ұсынылуына септігін тигізеді деп үміттенеді. Путин мен Тоқаев телефон соқты. Путин мен Тоқаев телефон арқылы стратегиялық әріптестікті нығайтуға ниетті екенін растады. Ресей президенті Владимир Путин мен Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев телефон арқылы сөйлесті. Оның барысында мемлекеттердің стратегиялық серіктестігі мен одағын нығайтуға ниетті екендіктерін растады деп хабарлайды Кремльдің баспасөз қызметі. 17 маусымда Санкт-Петербургте өткен жоғары деңгейдегі ресейлік-қазақстандық келіссөздердің қорытындысы бойынша қол жеткізілген уағдаластықтарға сәйкес екі жақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды деп жазады басылым. Сонымен қатар, президенттер сауда-экономикалық және энергетика салаларында нақты жобаларды әзірлеуге келісті. Қазақстан президентінің ресми сайты Путин мен Тоқаевтың екі ел арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі жағдайына қанағаттанушылық білдірді деп хабарлайды. Қазақстан басшысы мемлекеттер үкіметтерінің түрлі салалардағы жедел өзара іс-қимылына да оң баға берді. Ресей мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастардағы шиеленіс Тоқаев маусым айында өткен Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумының СПИФ пленарлық отырысында Қазақстан Донецк халық республикасы ТХР мен Луганск халық республикасын ЛХР мойындамайтынын жариялағаннан кейін көтерілді. Оның ойынша, ұлттардың өз тағдырын шешу құқықтарының жүзеге асуы дүниенің бөлінуіне әкеледі. Көп ұзамай Ресей сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мария Захарова Қазақстанның КХДР мен ЛХР-ны мойындаудан бас тартуына қатысты түсініктеме беріп, Ресей республиканың өзекті халықаралық мәселелер бойынша көзқарасын құрметтейтінін айтты.